Әр адамның асқақ арманы бар. Армандардың биіктігін біз өлшей алмаймыз. Алайда олардың орындалатынына сену керек. Самұрық қазынаның қолдауының арқасында 30 ерекше бала арманын орындап, велоспортпен айналысуға мүмкіндік алып отыр. Самұрық қазынаның жаңа бастауы өте жақсы деп ойлаймын. Қолдап жатқандарына өте рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ата-аналар да қуанышты, балалар да қуанышты. Велосипед, жаңа велосипедтерге, жаңа формаға, жаңа каскаларға одан әрі жаңа мотивация алып дайындалады. Дәл қазір бұл орталықта аутизм дертіне шалдыққан 30 бала велосипед теуіп үйреніп жүр. Тіптен тамыз айында жұмысын енді бастағанына қарамастан, бұл орталықтың 10 шәкірті Астана қаласының велоқұрамасына ілігіп отыр. Менің немерем осы жобаға қыркүйек айынан бері қатысады. Осы жобаға келгелі өзгеріп кетті балам. Ұнатады, күнде келгісі келіп тұрады. Самұрық қазына фондына көптен көп рахмет айтқым келеді. Бұл еліміздегі ерекше балалардың велоспортпен айналысуына жағдай жасап отырған алғашқы әрі жалғыз жоба. Жалпы Самұрық қазына қоры бұған дейінде еліміздің аумағында аутизм және ақыл-ой кемістігі бар балаларға арналған 7 орталық ашқан болатын. Себебі біздің мақсат ерекше балаларға қоғамның ажырамас бөлігі екенін ұғындыру. Сіз де біздің қатарға қосылып қайырымдылыққа үлесіңізді қосыңыз.